Сәлем баршаңызға. Бүгін біз үй жағдайында қолда бар заттардан компот даярлаймыз. Компотты жаздың күні салқындатып ішсеңіз, шөліңізді қандырады және қауіпсіз. Ішінде, яғни артық заттар жоқ, артық химикаттар жоқ. Алдымен алма қағын осылай ыстық сумен бір қайтара жуып аламыз. Жуып болғаннан кейін арнайы ыдысымызға сүзіп саламыз. Сол ыдысқа үстіне су құйып, газдың үстіне оттың астын қатты қойып, бір қайнатамыз. Одан кейін компотты жай отқа аздаған уақыт қайнатып аламыз. Одан кейін оттың астын өшіріп, бірнеше сағат бұқтырып қоямыз, яғни 1-2 сағатқа бетін жауып қоямыз. Осы қағиданы орындаған жағдайда жеміс бойындағы дәрумендер мен басқа да пайдалы заттарды сақтап қалуға мүмкіндік береді. Компот нәрестелері бар әйелдер үшін күш пен қажетті дәрумендердің қайнар көзі болып табылады. Бала өзіне қажеттінің бәрін ана сүт арқылы алады. Кептірілген жемістердегі заттар ана ағзасын қалпына келтіруге, әсіресе гемоглобиннің көбеюіне ықпал етеді. Компот лактацияны жақсартады, калий мен кальцийдің жетіспеушілігін толтырады. Енді дайын болған компотымыз ішіндегі алмаларды сүзіп аламыз да, үстіне дәміне қарай мята салып тағы бір қайнатамыз. 5 минут қайнатып болғаннан кейін арнайы ыдысымызға осылай сүзіп аламыз. Ішіндегі мяталарды бөлек алып алу үшін сүзіп болғаннан кейін ыдысымызға ішіне 2 дана апельсин, 1 дана лимон салып, дайын болған сусынды ыдысымызға құямыз. Бұл компотты ыстық немесе салқын күйінде ішіңіздер де болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Әйгерім Әлпашқызына тіркелуді ұмытпаңыздар.